Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ерекше етіп жасалатын нан салманың жасалу жолын көрсетемін. Дәрумендерге өте бай және тойымды нан салма жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бізге 100 граммдай лобия керек болады. Лобияны жақсылап жуып, 2-3 рет оның үстіне қайнаған суды құйып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді тамағымыздың қамырын дайындап аламыз. Әдеттегідей етке дайындағандай ұнымызға жұмыртқа салып, тұзды суымызды салып, жақсылап тұрып, қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Енді тамағымыздың подливасын дайындап аламыз. Етті жақсылап тұрып, қызартып қуырамыз. Оның үстіне ұсақтап тұрылған пиязды салып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Мен бөлек ыдысқа лобияны суға қайнатып қойдым. Егер асығыс болсаңыздар, 10-15 минут лобияны қайнатып алсаңыздар болады. Пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне сәбіз саламыз. Сәбізді де дәл солай 1-2 минут жақсылап тұрып қуырамыз. Енді қызанақты да салып, жақсылап тұрып қуырамыз. 10 минут қайнаған лобиямызды тамағымыздың үстіне саламыз және 1-2 минут қуырып аламыз. 1-2 минут қуырып алсаңыздар, тамақтарыңыз ешқандай қарайып кетпейтін болады. Міне біздің тамағымыз қуырылды. 1-2 минуттай осындай суы шығады. Енді оның үстіне тағы да 1 стакандай суды толтырып құямыз. Енді тамағымызды жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Тамағымызды бір 30 минуттай қайнатамыз. 30 минуттан кейін үстіне картошканы саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Картошканы да тағы да 15-20 минуттай жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Менде қамыр үлкендеу болғандықтан 2 бөлікке бөліп алдым. Жақсылап тұрып қамырымызды жұқартып алып, жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Дәл етке жайғандай етіп жайсаңыздар сол жеткілікті. Міне біздің подливамыз дайын. Үстіне өздеріңіз ұнататын ас көктерді және сарымсақ қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тағы да тұз қосамыз. Осымен біздің подливамыз дайын. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын. Біздің тамағымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды осындай ұзынша етіп кесіп аламыз. Біздің қамырымыз ешқандай жабыспайды. Өте әдемі қамыр дайын болды. Енді қазанымызға суды салып қайнатып қоямыз. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған судың үстіне салып қайнатып аламыз. Суға міндетті түрде тұз қосамыз. Және қамырымызды 5-6 минуттай уақыт аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді ыдыстарымызға саламыз. Табаққа азғантай май құйып аламыз. Енді қамырларымызды жақсылап тұрып сүзіп аламыз. Барынша сусыз қылып сүзуге әрекет жасаңыздар. Енді оның үстіне дайын болған подливамызды жақсылап тұрып салып, араластырып аламыз. Қалған подливкілерімізді де үстіне жақсылап тұрып салып, дастарханымызға тартатын боламыз. Өте дәмді әрі тойымды дәрумендерге бай тамақтардың бірі. Міндетті түрде сіздерде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Енді үстіне өздеріңіз ұнататын кез келген ас көктерді қоссаңыздар, тамақтарыңыз ерекше дәмді болады. Міне құрметті көрермендер, біздің тамағымыз дайын болды. Лобия қосылған біздің май қамырымыз дайын болды. Өте дәмді тамақтардың бірі. Сіздерде жасап көруді ұмытпаңыздар. Бұл тамақты негізінде қолмен жесеңіздер өте дәмді болады.
Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.